Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте дәмді печеньенің рецептін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал енді жасалу жолына келсек, жұмыртқаға қант ұнтағын қосып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін үстіне өсімдік майын қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ең соңында ұн қопсытқышпен ұнды қосып, жақсылап жұп-жұмсақ қылып қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды суыққа холодильникке қоюдың қажеті жоқ, бірден жұмыс жасаймыз. Қамырымызды видеодағыдай осып ұзыншақ етіп жаямыз. Содан кейін біркелкі бөліктерге бөлеміз. Енді осы бөліктерден тамшы пішіндес печенье жасаймыз. Видеода көрсетілгендей барлық бөліктерден осындай печенье жасап шығарамыз. Дайын болған печеньеларымызды духовкада 20-25 минут беті қызарғанша пісіріп аламыз. Ендігі кезекте шоколадты ганаш жасаймыз. Ол үшін микроволновкада я болмаса су моншасында шоколадпен сары майды ерітіп аламыз. Содан кейін жақсылап араластырамыз. Ганашымыз дайын. Енді піскен печеньеларымызды осы шоколадты ганашқа матырып, бетіне кокос ұнтағын себеміз. Я болмаса видеода көрсетілгендей мен секілді кокос ұнтағына аунатып алсаңыздар болады. Осындай кезекпен барлық печеньеларымызға шоколад жағып дайындаймыз. Видеода көргендеріңіздей, бұл печенье өте тез дайындалады, ең бастысы өте дәмді, тез желініп қояды. Мерекелік столға дүкеннен сатып алғанша осылай қолдан пісіріп қойсаңыздар өте керемет. Сондықтан жасап көруге кеңес беремін, еш өкінбейсіздер. Мақтауға лайықты ең дәмді печенье десем болады. Бұл рецепт сіздерге ұнаса, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.